Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Мынау қалың кітап». Это толстая книга. Бүгінгі сабақта оқыған материал бойынша дұрыс ақпаратты табуды үйренеміз. Жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша тілде қолданамыз. Оқу құралдары атауларымен танысамыз. Ребята, сегодня мы на уроке научимся находить информацию по прочитанному тексту. Научимся устно и письменно применять слова с окончаниями. Познакомимся с названиями школьных принадлежностей на казахском языке. Жаңа сөздер. Тыңдаймыз, қайталаймыз, сөздікке жазамыз, жаттаймыз. Кітап, книга, дәптер, тетрадь, қаламсауыт, пенал, ұштағыш, точилка, өшіргіш, резинка, қалың, толстый, толстая, толстое, жұқа, тонкий, тонкая, тонкое. Жақсы, балалар. Ребята, обратите внимание на произношение этих слов. Жаңа сөзді үйренейік. Қайталаймыз. Кітап, дәптер, қаламсауыт, ұштағыш, өшіргіш, сөмке, қарындаш, қалам, сызғыш. Есте сақта, запомни. Тәуелдік жалғау. Притяжательное окончание существительных. Бірінші жақ. Менің дәптерім, кітабым, сөмкем, моя тетрадь, моя книга, моя сумка. Екінші жақ. Сенің дәптерің, сенің кітабың, сенің сөмкең, твоя тетрадь, твоя книга, твоя сумка. Сіздің дәптеріңіз, кітабыңыз, сөмкеңіз, ваша тетрадь, ваша книга, ваша сумка. Үшінші жақ. Оның дәптері, кітабы, сөмкесі, его тетрадь, его, ее книга, ее, его сумка. Ребята, обратите внимание на окончание. Если слово твердое, то присоединяется твердое окончание. Кітап, кітабым. Если слово мягкое, значит присоединяется мягкое окончание. Дәптер, дәптерім. Менің сөмкем жаңа. Моя сумка новая. Оның кітабы қызыл. Его, ее книга красная. Әлібектің қаламсауыты әдемі. Пенал Алибека красивый. Қалың, жұқа. Қалың, толстый, жұқа, тонкий. Мынау қандай кітап? Мынау қалың кітап. Это толстая книга. Мынау жұқа кітап. Это тонкая книга. Жақсы. Оқылым. Бірінші тапсырма. Тыңда, оқы. Слушай, читай. Ребята, вы внимательно слушайте. Менің сөмкемде қалам, қарындаш, кітап, ұштағыш, қаламсауыт бар. Сашаның сөмкесінде өшіргіш, ұштағыш,
қаламсауыт, дәптер бар. Менің сөмкемде, в моей сумке. Сашаның сөмкесінде, в сумке Саши. Айтылым. Иә және жоқ деген сөздерді пайдаланып, сұраққа жауап бер. Ответь на вопросы, используя слова «да» или «нет». Төртінші тапсырма. 92-ші бет. Тыңдаңдар, слушайте. Сенің сөмкеңде қарындаш бар ма? У тебя в сумке есть карандаш? Иә, менің сөмкемде қарындаш бар. Сенің сөмкеңде қуыршақ бар ма? У тебя в сумке есть кукла? Жоқ, менің сөмкемде қуыршақ жоқ. Нет, у меня в сумке нет куклы. Сенің сөмкеңде кітап бар ма? У тебя в сумке есть книга? Иә, менің сөмкемде кітап бар. Да, у меня в сумке есть книга. Балалар, келесі сұрақтарға өздерің жауап беріп, маған аудиожазбамен жібересіздер. Ребята, на следующие вопросы отвечайте сами и отправляйте голосовым сообщением. Сашаның сөмкесінде машина бар ма? Сашаның сөмкесінде дәптер бар ма? Сашаның сөмкесінде ұштағыш бар ма? Жақсы, балалар. Келесі. Жазылым. Дәптерге жазамыз. Қарашаның 18-і мынау қалың кітап. 5-ші тапсырма 92-ші бет. Суретке қарап, үлгі бойынша сөйлемдерді ретімен жаз. Посмотри на картинки, по образцу напиши предложение по порядку. Мынау қалам, мынау. Кері байланыс. Түсіндім, поняла, понятно. Сұрағым бар, у меня есть вопрос. Түсінген жоқпын, ничего не понятно. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.